Протокол тізмек чонда бір себеп. Ишгалжилер Қырым-татар сияси мабусы Тофик Абдулгазиевнің оғлы олған жемаат журналисті Амар Абдулгазиевні санке дерсін ясақланған ерде тұтын ичкенінде қабатлады. Саба саат 10-дан башлап оқырымнан Ишгалжилер гарнизон махкемесі янында махкеме отырышынан нәтижелеріні айдынлатайды. Камера объективіне уғраған Ишгалжи полис хадимлері олар терроризмге қаршы фаалиетіне кечіргенін айтып, генч весиқаларыны көстермесіні талап еткен. Бұнен бәрабер көветшілер 16 яшындаки оғланға оның урбасы мевсімге келішмегені ве чантасы шубелі көрінгенін білдірген. Амарынан сөздеріне көре Ишгалжилер полис бөлігінде оғландан терроризмді эсассыз қабатланған бабасы аққанда сұраштырып, видео чекмеге істеген, ама Амар бұңа разы олмаған. Зорбалық, хакимиет деваралмесі яда даян мамазлыққа ит чағырулар йоқ еді. Бөле хулясаны терроризмде қабатланған 25 Қырым-татары давасынан фигурантлары Раим Айвазов, Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Фарход Базаров ве Шабан Умеровқа низбетен махкеме отырышында иштирак еткен психологлар ве тілшінаслар чықарды. Мутихассылар 2016 сенесі кечірілген Қырым-татарларының топлашуында гызлы шекілде yapılған сес язысыны тетқиқ еткенде нефретке ит чағыруларыны қайды етмеді. ФСБ хадимлері давет еткен Қазан диншынаслары да бұңа разы олса да, мабуслерінің Хизбут Тахрирге алақасыны тазықлаған бір шейлеріні қайды еткенін білдірген. Отвечая на вопросы, поставленные следствием, они сделали выводы, там много разных выводов, в том числе, кстати, вывод о том, что отсутствуют признаки побуждения к насилию и дискриминации. Это эксперты, к которым обратился ФСБ, тоже сделали этот вывод. То есть даже следствие признает, что наши подсудимые не призывали к насилию, не побуждали к насилию, не призывали кого-то дискриминировать, не возбуждали ненависть и вражду по отношению к каким-то группам. Да. Но там сделан вывод, что данное собрание является собранием членов Хизбут Тахрир аль-Ислами, признанной в России террористической организацией. В нашем народе не было ни террористов, ни экстремистов, а тут, получается, с приходом России наш народ раньше был, как бы обвинили его в предательстве и выслали с Крыма, а сейчас уже вот обвиняют как бы в терроризме, в экстремизме, и мы с этим не согласны. 12 yıllık hapis cezası. Qırımның yuqarı Rus mahkemesi 61 yaşındaki Ukrayin Konstantin Shirinkini sanki dersin Ukrayna menfaatında casusluk etkeni için mahkum etti. Bunu Qırım Aq Qurchalaycı gruppasında bildirdiler. FSB xadimleri Konstantin Shirinkini kefeden Rusiya harbiy xadimi olgan onun grajdan apayının beraber 2020 senesi aprel ayında tuttu. Shirinkinin yürek hastalığı var, ama taqiqat izolyator xadimler ona tibbiy yardım bermegen. Aksine onu daha beter kameraga kechirgen. Украина истихбаратында ишгал етілген Қырымда Русия махсус қызметлері тарафындан сөзде Украин истихбараты группасының азаларынан тұтылмаса қында малюматны провокация деп саялар. Ширинг өз қабатыны танымады. Адвокат Дмитрий Дзиндзе үкімге шикаятны азырлағанны білдірді. Жыныс аққында дегілде ватан қоршалайжыларының байрамыдыр. Украинада еркек ве қадын имайджілер күні қайдетілі. Бұл 2014 сенесі пейда олған девлет байрамыдыр. О вақыт Русия тежавузындан сон Украина Советлер бірлігінде қайдетілген февралынан 23-ні байрам оларақ танымай. Президент Володимир Зеленский Киев мерkezіндегі хатыра дивара янында Украинаны қоршылап вефат еткенлерінің хатырын аңды. Бұндан сон о Запорожьеге кетті. Хортицада Украинаның келечек имайджілері президент огынде ант берді. Бұл Запорожье, Кривой Рог ве ишгал етілген Луганстаки арби лицейлерінің 150 угренжісідір. Арби лицейжилерінің чоқысы 2006 сенесі доғды. Олар балалықтан башлап душман кім олғанны яқшы біле. Чүнке Рус ордулары Қырым ве Украинаның шарқи регионларына запт еткенні көрді дей Володимир Зеленський. Ви народились і зростали у незалежній Україні. Іншої батьківщини під іншою назвою у вас ніколи не було. У 2014 році біля екранів телевізорів вже тоді, незважаючи на те, що вам було 8 років, вже тоді кожен з вас зробив свій важливий вибір. Вже тоді кожен з вас вирішив, що саме він буде робити, ким він стане, кого він буде захищати.
Украина президенті вефат еткен Микола Верхоглятве Рустам Хамраевке өлімлерінден сон Украина қараманы унванны берді. 2014 сенесі язда Рустам Хамраев Луганск вилетіндегі металлист қасабасы янында өз арқадашларының арқасына сонына қадар құруды. Амарус ешғалжелер оны атып өлдірді. Иляк олған имайджелеріна жебе сызығы янында даңдылар. Северодонец шерінде есе Бингденцияде арби полис қадымы ве құртарыжы меркези жадде бойы маршылы кечті. Бұл инсанлар шарқы жебеде Українаны құрчылай. Зведений підрозділ 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, народжена у боях із російським агресором. На її рахунку Украина тышышлерін азері Украина тек өз сыңырларына дегілде Балтық ве Қара деңіз регионына да құрчылағанны қайдетті. Дмитро Кулеба Украина өз топрақларынан ишғалыны ич бір вақыт танымай жағыны білдірді. Қырым платформасынан яратылмасы бұның ізбаты дей. 46 держав та міжнародних організацій підтримали боротьбу України за повернення Криму. Це свідчення, що Україна не лише не зневірилася у боротьбі за ці 7 років. Ми готові боротися до повної перемоги. Саме вам, нашим захисникам і захисницям, ми вдячні за збережену Україну. Сьогодні українські дипломати тримають фронт міжнародної підтримки України, аби забезпечити для війська надійний дипломатичний тил. Ми горді бути з вами в одному окопі. Иттифақдашларымыз да Украинаны байрамнен қайырлады. Украинада Канада ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің елшілік қадимлері имайджілерімізге Украин тілінде мұражат етті. Ваша мужність та відвага – це і є патріотизм. Майбутнє України тримається на ваших плечах. У безпеці та за процвітаючою демократію. Ми віддаємо шану хоробрим синам та дочкам, які віддали свої життя заради свободи України. Сполучені Штати – ваш надійний партнер. Ми разом з Україною у її боротьбі проти агресії Росії. Вашингтон мерkezindeki Украина евінде Украинаны қоршылап елек олған бинглерже Украиннан хатырасына бағышланған инсталляция тақдим еттілер. Оларынан хатырына елшілікнің темсілжелері ве Америка генераллары аңды. Українці буквально перебувають на передовій захисту свободи в ім'я громадян усього світу, не лише України, але й США. Ті жертви, які українські військові та звичайні люди приносять щодня у протистоянні російської агресії, ми в Америці не забуваємо. Russian aggression is not forgotten by those of us in America. Украина имайджелерінің Харьковдеки Русия консулғында да қайырладылар, ама өз істегенінде гел. Украин хакерлері иштимай ағыларда Русия темсілжілігінің сайфелеріні бозып, açıp, анда самими тебреклеріні яздылар. Бүгін бәрі Киевде Михайловская мейданында Земаневи селянын сергісі açılды. Мында Земаневи бақ ве истихбарат васталары, яңы дронлар, роботлештірілген комплекслер ве дигер шейлер бар. Украинаның ең бұйық шерлерінің соқақлары бойы бірқач бен имайджи маршылы кечті. Бүгін өлілер Рус-Украин женкінің ветеранлары ве ватан қоршыланмасына қошылған әр дигер инсанлардыр. Владислав Стужук, Заман, АТР. Рус ишгалжелері Украина аскеріні яралады. Шымды ойкімлерінің незаретінде болуына оның алы тұрғындар. Бірлешкен Құетлер операциясының штабында қайдеткенлеріне көре шарқы жебеде ұжымлер артмақта. Донецк вилейтіндегі Маринка шері янында душман ағыр майынларынан атеш açқан. Жебенің башқа қысмында Луганск вилейтіндегі Причепиловка койынден башлап Азақ денізі жеварандегі Водяной койыне қадар ишгалжелер граната ве құршынаты жетертібатларыны ве башқа силах қолланған. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. З початку поточної доби, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Келечек елдан башлап, Қырым татар тілі дәріслеклері латин урфатындан ишаретлейжек. Бұны ишғал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша Назир Муавина Снавер Сейтхалилев хабар етті. Оның фікіріне көре үкімет таздықлаған латин урфаты ярдымынен Украинадаки Қырым татарлар дүнияның башқа ерлерінде яшаған ватандашларымызнен якынлашачақтыр. Переход крымско-татарского языка на латиницу – это важный стратегический шаг. Естественно, что дальнейшие шаги – это и утверждение самой стратегии, и создание при Кабинете министров консультативного органа, как комиссия по развитию крымско-татарского языка. И в рамках уже этой площадки, этой платформы мы видим дальнейшее, более системное развитие нашего языка. В рамках проекта перехода на латиницу, то есть вот такие учебники, которые издаются каждый год Министерством образования Украины, и продолжает до этого времени издаваться на кириллице, уже со следующего года будет постепенно переводиться, транслитерироваться, переиздаваться на латинице. Сентябрьнің сонында Украина Назирлер Шурасы латин урфатында эсасланған Қырым татар тілі элифбесіні қабул етті. Бұл элифбе 31 арифтені бар еттір. Қанун лейхасының эсасында 1991 сенесі кечірілген құрылтайының қарарыдыр. Бұндан ғайры қанун лейхасында латин урфатында эсасланған Қырым татар тіліні аятның башқа салаларында да қолданмаға чағырма бар. Украина үкіметі Қырым татар тілінде оқуф латин урфатына кечув 2025 сенесі сентябрьнің бірінде олажағына қарар шығарды. Бұл автобуслар чөпілікке ташланacak еді, ама оларына тамир еттілер $5 мұқтачларға ярдым етежек. Я через багато пройшов, навіть за 2 години не розкажеш. Все моє життя було зламане, було дуже погано. Томас бір ел девамында Америка апсханесінде отырайды. Америкадан сүргін етілген сон еркек Лондонға келді. Бір ай девамында соқақта ұйықлайды. Ел қазасына ұғыраған сон Томас чоқ вақыт ағыр алыжы илячыларыны ичейді. Ама бұнда оңа түзелмеге ве бариста зенат сайбына қазанмаға ярдым еттілер. Деңішмелерге әрекет адлы лейханан тешебүшчісі Джемаль Эзел. Оның тешкілаты евсіз қалған инсанларынан ічтимайы қорчаланмасымен ұғыраша. Автобуси дуже підходять для таких послуг, оскільки всередині багато місця. Вони двоповерхові. За їх допомоги можна допомагати людям, які найбільше цього потребують. Мында юынмақ, траш олмақ, банк хесабын açmaq, екіміні бедава зиярет етмек еді іш тапылмасында ярдым алмақ мүмкін. Бұл ерде ичкім сені айыпламағанлары пек мұйымдыр. У цьому кабінеті інструменти не дуже хороші, і бормашина, і металеве дзеркало не дуже зручні. Але потрібно постаратися зробити це місце максимально приємним і по-справжньому спробувати встановити доверчий контакт з людьми, щоб вони не відчували осуду. Лондонда биңлерже евсіз инсан яшай. Қыштауларынан сайысы артажағы бекленілі. Хайре лейхасынан мойлефі болі автобуслар бұл инсанларының аятыны еңгілештірер деп умут ете. Яшайыш үшін келішмеген топрақ ве ағыр скафандрлар. Более яшайыш Израильдеки Негев сахрасында кечірілежек экспериментінің иштиракчыларыны беклей. Рамон Янардағы ағызында Мерих, яни Марс яресінде аятнан тақлидыны япалар. Мында 5 еркек ве 1 қадын бірқач авта деваманда яшайжақтыр. Оларның евлері қызыл сияреде құрылажақ мескенге ошай. Анда яшамақ, юқламақ ве илми экспериментлеріні кечірмек мүмкін. Станцияның тышына камера, микрофон ве нефес алынов мұстақыл системасының донатылған скафандрны киіп шықмақ керектір. Более донатманың умуми ағырлығы 50 килограммны тешкілеті. Марсоход ве дрон тетқатчыларының ярдымжылары олacak. Ми в 6 будемо працювати в тісному просторі і напруженій атмосфері та проведемо багато експериментів. Проблеми неминучі, але я вірю в команду і в те, що ми подолаємо труднощі. Ми вчимося разом працювати і тренуватися. Ми дуже впевнені в собі. Булейханын тешебүшчілері Израиль кайнат агентлігі ве Австрия кайнат форумыдыр. Олар эксперимент иштиракчыларына көз етіп, инсан факторы миссияның кетішатына насыл тесір ете білгенні тетқат ете. У нас є девіз – терпіти невдачі якомога раніше, якомога дешевше і вчитися якомога швидше. Тому кожну помилку, зроблену тут на землі, ми, сподіваюся, не повторимо на Марсі, оскільки вже буде досвід.
Эксперимент иштиракчылары геология, биология ве Тибет салаларында 20 илми араштырманы кечирежек. Денеменин нетижелери миссия екунленген сон айдынлатылажактыр. Алимлердин пикирине көре, Мерих сиаресинин колонизациясы 20-30 жылдан башлана биле. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліметini толдырыңыз. Төлемдер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдетіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесini басыңыз. Бірінші ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.